Қазақ бағзы замандардан бері сүмбіле малдың айы, қазан түйенің айы дейді. Сүмбіле алғаш туған айда жылқылар түні бойы өрістен қайтпай жайылады. Қазан айы туғаннан бастап түйелердің өркеші екі баладай болып көтеріле бастайды. Соған қарап қазақ есепшілері аспандағы жұлдызы адам емес, мал екеш, мал да біледі деп есептейді. Қазақ тәжірибесінде аспанда таразы жұлдызы туып, 20 күн өткен соң сүмбіле жұлдызы туады. Таразы туса, таң салқын, сүмбіле туса, су салқын деп жүргені екеуінің арасында 20 күн пырақ бар. Осы 20 күннің аралығында ауа райында таразыда таң мен түн салқындаса, сүмбіле су салқындайтыны рас. Халықтың ғасырлық тәжірибесімен анықталған ақиқат. Қазақ есепшілері аспан жұлдызының орнын ауыстырмай туып, әр жұлдызды дұрыс тануында өз тәжірибелері бар. Олар жұлдызды аспанға түн сайын көз жіберіп, арқа жұлдызының туған орнын белгілеп алады да, үш арқа жұлдызынан оңтүстік аспанға қарай, қазан шарының бойына қарай ұзақ тартылып бара жатқан жұлдыздардың түзу сызық бойына қуалап отырып, көз жіберіп, аспанды қыдыра қарайды. Осы кезде аспанда ерекше жарық, нұрлы жұлдыз көзге ілінеді. Осы жұлдыз аталған есепшілері бағзы заманнан ақ сүмбіле жұлдызы деп атаған екен. Соған орай қазақтар 8-ші айды сүмбіле айы деп 3-ке бөліп есептеген. Лақ сүмбіле бұл айдың бастапқы жартысы, бұл кезде лақ дәріге айналады, ауруға шипа болады. Лақ пышаққа ілінеді деп томшылайды. Бұл өткен соң теке сүмбіле. Бұл айдың ортасы кезі. Бұл кезде қошқар мен текеден күйек алады. Ауылдағы даңсалы бәйбішелер мен мал төлі болып болсын деп, қошқар мен текенің аузына бидай мен тары құйып ырым өтеді. Осыдан кейін соңғы сүмбіле деп атайды. Қазақ сүмбіле жұлдызы туған күні түні аспанда қара қою бұлт торлап тұрса, жел азынап соғып тұрса, сарғайған желдің салқыны сүйектен етсе, малдар қораға қарай ығыстаса, онда алдыға қылышын сүйретіп келе жатқан қыс қатты болады. Қар қалың жауады. Қыстай сарышұнақ аяз бет қаратпай тұрады. Бәлкім ойлаған жұт болуы мүмкін деп есептейді де, сол есептердің айлар бойы малшылар қауымына ұқтырады. Малшылар қауым бұлардан апаттан сақтанып, малдың жем шөбін малынан жинайды. Қора қалшыларын қалданады. Алысқа жолаушылар баратындар жер қара, күн жылы кезде қыс түспей барып келіп алады.